Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен зады бүгін шие қосылған вареники дайындаймыз. Ол үшін ұнды елеп бір ыдысқа саламыз. Жұмыртқаға тұз салып, жақсылап араластырып, оны сүт пен судың үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді аз-аздан ұнға құйып, жақсылап тығыз қамыр илейміз. Қамырымыз егер қолға жабысып жұмсақ болса, онда үстіне тағы да аз-аздан ұн салып, қамыр тығыз болғанша илейміз. Бірақ өздеріңіз ұныңызға, жұмыртқа, сүттің көлеміне қарай байқаңыз, тым қатты тығыз болып кетпесін. Менің қамырым әлде де жұмсақ болған соң тағы да ұн салып, әбден тығыз болғанша илеп жатырмын. Енді дайын болған қамырды бір целлофан мешокқа немесе пищевая пленкаға орап 20-30 минутқа осы столдың үстінде тындырып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Сүйегінен тазарған шиені кастрюляға салып, отқа қоямыз. Мендегі шие морозилниктен алынғаннан кейін шырыны өте көп. Оның үстіне 3 ас қасық крахмал кез келген салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 4 ас қасық қант саламыз. Бір-екі минутта осылай қою болғанда отты сөндіріп, шиені бір жалпақ ыдысқа салып суытып аламыз. Енді дайын болған қамырды столдың бетіне ұн сеуіп, жақсылап қайтарып илейміз. Әрі қарай ыңғайлы болу үшін өздеріңізге 3-4 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін осылай домалақтап, дайындап столдың шетіне қоямыз. Енді қамырдың бір бөлігін алып, жгут созамыз. Енді осы жгутты кішкене бөліктерге бөлеміз. Міне видеодағыдай болсын. Шамамен 2 сантиметрдей көлемі. Енді осы бөліктерді тым жұқа немесе тым қалың етпей, орташа, қалыңдығын орташа етіп, жайып шығамыз. Столдың бетіне бір-бірден жаямыз, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Міне осылай дайындап аламыз нанды. Енді суыған шиені алып,
міне нанның ортасына салып, вареники түйеміз. Шетін жақсылап қыстырыңыз. Мен ашылып қалмас үшін арасы 2 реттен түйіп шығам. Мінекей осылай вареникиді түйіп, столдың шетіне бір-бірден арасын ашып қоясыздар. Кішкене ұн сеуіп столдың бетіне. Сөйтіп бәрін түйіп шығасыздар. Осы уақытта кастрюляға су құйып, отқа қойып, кішкене дәміне қарай тұз салып, қайнатып қоясыздар суын. Дайын вареникиді 2-3 рет бөліп пісіресіздер. Егер барлық түйілген вареникиді салып пісіретін болсаңыздар, бір-біріне жабысып қалуы ықтимал. Мен сондай кеңес беремін. 2-3 бөліп пісіріп алсаңыз, жақсы піседі. Мінекей енді қайнап тұрған суға вареникиді бір-бірден саласыздар, бәрін бірге салмайсыздар, жабыспас үшін. Вареникиді салып болғаннан кейін кеппірмен араластырып, бетін жауып, 5-6 минут қайнатасыздар. Оның піскенін дәмін көріп, бір ыдысқа түсіріп аласыздар. Бетіне сармай жағып, отбасыңызға ұсынасыз. Ас болсын.